бұл адам деген дейді, басым көпшілігін айтып отыр. Адам баласының басым көпшілігі сондай барып тұрған әділетсіз дейді. Менің хақымды пысқырмай кететін жағдайлар бар дейді бұның өмірінде. Уаджахула, сондай білімсіз, танымайды дейді мені. Мені танымай кеткендері бар ішінде де. Адам сол жаңағы осы екі нәрсе құртады екен де бізді. Алла тағаланың хақысын әділетсіздік, сосын білімсіздік, танымауда. Дүниеге келудегі мақсатымызды білмесек, өмір заяға кеткен өмір болып кетеді ол. Алла тағаланың хақысы орындалмаса өмірімізде барып тұрған әділетсіз адам боламыз біз. Мысалы өзіңіз қараңыз, біз кейде айтамыз, мен біреу айтып қалады мысалы, менің жүрегім таза, жақсы сөздер келеді ғой енді. Шынында да мен көршілерге ренжітпедім ешқандай. Көршіден ренжітпедім, жүрегім таза, ешкімнің ала жібін аттамадым, ешкім сыртынан сөйлемедім мен, қонақтарымды сыйладым, осындай деген нәрселер істеліп жатқан кезде де бұл адамгершілік бұл әдемі адамгершілік. Енді қараңыз, ешбір адам қияметке дейінгі Абу Талибті білесіздер барлықтарыңыз, пайғамбарымыз салам немере ағатай, ешбір адам сәжде жасамаған, мысалы айтайық жаңағыдай, Алла тағалаға құлшылық жасамаған. Әйтеуір, бірақ жақсы жаңағындай менің қасиеттерім бар деп айтқанда да Абу Талибтен артық боламайды. Өйткені ол пайғамбарға қызмет жасаған немере ағатай да. Одан мүлде зиян шықпаған. Не пайғамбарға, не бір сахабаға. Бірақ Алла тағаланың хақысы берілмеді да. Сол өлім сәтінде мысалы жаңа пайғамбарымыз салам қасында отыр ғой. Кешегі ана айтып отыр ғой. Аналар да қайта келіп, Абу Талиб егер ашхаду ла илаха иллаллах деп өліп кетсе, онда қаншама халық қайтадан жаңағы иманға қарай бұрылып кетуі мүмкін деген үшін ана Абу Жахал не дегендер қастарына келіп тұрып алады тура өлім сәтінде бүйтіп. Пайғамбарымыз салам, ағатайым, бірақ сөз, ла илаха иллаллах, осыған куә болып айтыңызшы осы сөзді. Жетет маған қияметке дейді сөз. Қияметке жетет мен сені алып шығуыма дейді. Саған еріп айтайын деймін дейді. Бірақ мыналар өзінің қауымының дінін тастап кетті ғой деп не айтады ертең маған? Мен ондай нәрсемен өлгім келмейді дейді. Қараңыз. Аналар атаның дінінен қайтайын деп тұрсың ба дейді қайта. Қараңыз қандай нәрселер. Сонда ең соңында сөз айтылмай дүниеден озып кетеді бітті. Сонда Алла тағала пайғамбарымыз салам айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннака ла тахди ман ахбабта. Ей пайғамбар, тіпті сенің өзің пайғамбар болсаң да сүйген адамыңды жолға сала алмайсың дейді. Валакинналлаха яхди ман яша. Бірақ Аллах қана қалағанын жолға салады дейді. Көрдіңіз бе? Міне, сондықтан жүрегі Алла тағала арқылы келеді да бұл иман адамға. Міне осындай адам, қаншама адамдар мысалы өмірден осып кетеді. Жаңа адамды айтып тұрғанымыз сол ғой. Аманатты көтеріп алдық біз. Көтеріп алғаннан кейін бітті, қияметте жауап береміз біз. Болды. Сондықтан бірінші жаңа зұлым деген сипаттан адам баласы өте әділетсіз және өте білімсіз деді ғой. Осы екі нәрседен біз құтылу керекпіз. Өте әділетсіз деген сөз бұл Алланың хақысын тірілту керекпіз. Өмірімізде, отбасымызда, қай жерде жүрсек те Алланың хақысы жұмыс істеп тұру керек бізде. Көрдіңіз ғой. Намаздың уақыты келе ма? Болды. Намаз Алла тағаланың хақысы ол. Бұйырған нәрсесі. Рамазан айы кіре ма? Рамазан оразасы Алла тағаланың хақысы ол. Анаң қасында балам дей ма? Туф деме дейді. Иә, анашым, Алла тағаланың хақысы бұйырып қойған сондай. Міне, осы нәрселердің барлығы өмірімізде Алла тағаланың хақысы орындалса, жаңағы әділетсіз деген нәрседен біз арыламыз да, аманатты көтеріп бара жатырмыз деген сөз. Алла тағала көмектеседі. Екінші білімсіздік. Біз осы Алла тағаланы жақсылап тану керекпіз бірінші орында. Міне, одан кейін өзіңіздің сүйікті пайғамбарыңыз. Міне, өйткені пайғамбардың жолы ол тек қана сол Аллах тағалаға
дүп түзу бойында алып баратын жол болды. Ол кісіден басқа ешкім мысалы ондай бүйтіп дүп түзу алып бара алмайды Алла тағаланың алдына. Сондай лайықты деңгейде алып бара алмайды да. Одан кейін сол пайғамбарымыз өзі айтқандай, пайғамбарлардың мұрагерлері деген нәрсе бар, мысалы ғұламалар. Сол нәрселерді баяндап, сол нәрсені түсіндіріп, сол үшін өмір сүріп жатқандар. Мысалы. Одан осы Құран. Әрбір ісіңізді осы Құран арқылы тексеріп отырыңыз. Оқыған кезде, Алла тағала мына амалды жақсы көреді екен, менің бойымда бар ма, жоқ па? Алла тағала мына амалды жек көреді екен, менің бойымда бар ма, жоқ па деп тексеріп отырыңыз. Міне, білім деген осы нәрсе арқылы келеді. Қашан сіздің әрбір істеп жатқан ісіңіз, сөзіңіз Құранға сәйкес келді, альхамдулилля. Қашан сәйкес келмей қалды, астағфирулла, астағфирулла. Сөйтіп Алла тағала кешіреді, ертең түзелесіз. Осындай мағынада өмір болу керек. Міне сөйтіп, сөзсіз біз 7 қабат аспанды және жерді жараттық, және оның екі арасындағысын 6 күнде. Және бізді ешқандай шаршау баспады дейді Алла тағала. Осы 7 қабат аспан жермен байланысты. Аллах тағала адамды жаратқан кезде Шамс сүресінде Алла тағала айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва нафсию ва ма сауаха. Табиғатын, жан дүниеміздің табиғатын түсіндіріп жатыр, болмысын. Жанмен ант етемін дейді, қараңыздар. Жанмен ант етемін. Ва ма сауаха. Сондай-ақ сол жанның болмысын кемелінен жасаған Алламен ант етемін дейді. Өзімен ант етіп отыр Алла тағала. Сосын бұл жанды жаратқаннан кейін фаалхамаха, түйсігіне салып қойдым дейді, қараңыздар. Түйсігіне салып қойдым. Әрбір жанның түйсігіне салдым дейді. Мына жақта екі ізденіс бар екен адамның бойында. Алла тағала салып қойғанын түсіндіңіз бе? Екі ізденіс. Қандай екі ізденіс? Фаалхамаха фужураха. Біреуі күнәқарлыққа қарай, көрдіңіз бе? Біреуі күнәға қарай, ва тақуаха, екіншісі тақуалыққа қарай дейді. Осы екеуін салып қойдым дейді. Періштелерден айырмашылығы осы жерде тұр. Түсіндіңіз бе? Періштелер таза тақуалық. Екінші жақ жоқ оларда. Ал адамға екінші жақты салған. Түсіндіңіз бе? Екінші жағымен күресіп отырып, Раббыңның разылығын іздеп күресіп отырып, сөйтіп жүрген кезде періштеден дәреже сол себепті жоғары болған. Періштелердің адамға сәжде жасатқан кезі сол еді Адам алейхиссаламға. Осы екі ізденісті салдым дейді бойға. Одан құтыламайсыңдар дейді ешқашан. Күнәға қарай ізденіс болады сізде, және тақуалыққа қарай ізденіс болады. Бір кітап, жақсы бір тақуалық туралы бір кітап оқып отырсаңыз, немесе уағызда отырсаңыз, мына жағыңыз не істейді? Дамиды. Солай дамиды, ол сіздің ойыңыздан мына жақта жоспар кетіп жатыр. Ертең ораза ұстаймын, немесе ертең ана садақа берем. Көрдіңіз бе қалай бұл? Ал егерде жаман орта, жаман кино сияқты нәрселер болып қалса, мына жақ дамиды. Осы еңбекті тапсырдым дейді саған Алла. Қараңыз. Не істейміз онда Раббымыз? Қода афлаха мән заккаха. Қысқа айтам дейді Алла тағала. Нақты құтылды деп айтам дейді. Қараңыздар. Кім құтылды я Раббым? Нақты құтылды. Мән заккаха. Кім мына күнәқарлық жағын тазартса. Түсіндіңіз бе? Ва қода хоба мән дассаха. Ал кім осы жағын кірлете берсе, онда ол зиянға ұшырады дейді. Көріңіз ғой. Жұмысты көрдіңіз ғой қандай. Сондықтан мына пайғамбарымыз саллаллаху бір хадис құдсиде айтады, Аллах тағала айтады дейді. Мен адали валиен фақода азантуху бил харби. Мысалы жаңа айттық қой, сіз Алла тағала сіз үшін ең сүйікті болса, онда сіз Алла үшін сүйікті боласыз. Сол құл сондай дәрежеге жетсе егер, Алла тағала бізге жаңағыдай нәсіп етсін осындай жақсылықтарды. Сол құл егер сол дәрежеге жетсе дейді, кім менің уәлиіме дейді. Құл деген ұғымнан бөлек сүйген құлыма деп отыр ғой. Түсіндіңіз бе? Кім менің сүйікті құлыма қастандық жасаса дейді. Қараңыз, хадис құдсиде. Фақода азантуху бил харби. Сөзсіз мен оған соғыс жариялағанымды білдіріп қояйын дейді. Қараңыз. Ол соғыс оған бірден келе қала ма, жоқ оған біраз жылдардан кейін істей ма, жоқ әлде ол тәубасына келе ма, түсіндіңіз бе? Ол Алланың білімінде.
Бірақ бұл жерде мен үшін сен қорқатын нәрсе жоқ дейді асылы. Егер сен менің махаббатым деген тақырыпқа кірсең. Сонда қалай жетеміз бұл нәрсеге, я Раббымыз? Алла Тағаланың махаббатына қалай жетсек болады екен десек, келесі сөзіне қараңыз, сөйлеміне тақырып ұнап қалған сияқты бізге дегендей. Сонда Алла Тағала айтады: وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ بِمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Құлым дейді маған жақындау үшін мен парыз қылған амалдардан сүйіктісін таппайды дейді. Қайтаран би ахабба шейін. Сүйікті амал не екен Алла Тағалаға? Парыздар. Парыздарды атқармайынша, парыздарсыз әсте жақындай алмайды дейді маған. Міне. Парыздың қадірін түсініп ал деп жатыр ғой бірінші. Сол парыздарды әдемілеп істеп, Раббысына қарай жақындап келе жатқан кезде құлы ла язалу ятақаррабу илайя бин навафил дейді. Сосын ол құл жаңа махаббатқа кірді ғой ол. Сіз ба? Парыздағы махаббатқа кіргеннен кейін бұл махаббат енді кеңістігін кеңейткісі келеді. Тағы не сүйеді екен Раббым деп. Көрдіңіз ба? Тағы не сүйеді екен деген кезде пайғамбарымыз міне таңның алдында 2 рәкағат сүннеті бар. Міне бесінің алдындағы 2 рәкағат сүннеті бар. Зекет істеп келе жатыр, садақа бар. Тағы басқа осындай нәрселер. Біреуге жымия салсаң, жымиюды бар. Көрінбес, ол басқарып жатыр Алла Тағала жүректі. Дұрыс кетіп баратқан тура жол. Дұрыс қалыптасып жатқан тура жол. Адам бойындағы. Сонда енді не істесем екен деген кезде, сөйтіп бұл құлым дейді, енді маған нәпіл амалдар арқылы. Яғни мен парыз қылмасам да, осы жерде Раббымның разылығы бар деп, сол нәпілдермен жаңағы жақындауын тоқтатпай қояды деген сөзді қосқан. Қараңыз, тоқтатпай қояды. Тағы не жақсы көреді екен Раббым? Тағы не жақсы көреді екен Раббым депті. Оған күндіге мынау уағыздар негізі, мынандай уағыздар немесе Құранның аяттары не қосып беріп отырады сізге? Негізі әрбір жаңағыда сүйетін амалдан қосып беріп отырады. Сіз оны бір апта істейсіз де, келесіне қайтадан сүйетін амалдарын қосып беріп отырады аяттар арқылы. Парыздар деген нәрседе. Мысалы, бірліктің өзі парыз. Егер бірлік болмай нәпілді атқарып жүрсең, бәрібір жақындай алмайсың. Өйткені сен Аллаға жалғыз жақындау деген жолды қаламады Алла Тағала. Алла Тағала жамағатпен бірге бол деді. Жамағаттың ішінде бірге болып жақындауға тырыс деді. Не үшін мешітте жамағатпен оқылатын намаз артық? 27 есе мысалы. Жеке оқылатын намаздан. Өйткені махаббаты осы жақта. Көрдіңіз ба? Сол секілді әрбір жаңа парыздарды қатырып алып, мысалы ата-анаңызды сыйла деді, ата-анаңызбен ұрсыстыңыздан жақарып тахаджуд оқып жатсыз мысалы. Ештеңе қоспайды ол. Көрдіңіз ба? Қоспайды. Ата не деді? Бірінші парыздарды қатыр, одан сүйіктісі жоқ дейді мен үшін. Мен тек парыздарымды көргім келеді дейді бірінші орында. Мынау парыздар бәрі тұру керек. Сосын барып, соны қатырғаннан кейін нәпілді қосасың. Сосын нәпілді істей беретін болсаң, хатта ухиббаху, сүйіп кетем бұл құлды дейді. Қараңыз қалай келтірген. Енді жол қалдырмады сүюге дегендей мәселе. Жаңа өзімге түсінікті болу үшін айтып жатқанымыз ғой. Алла Тағала кемшілік сипаттардан пәк. Бірақ құлдың жаңағы еңбек етуі, ізденген тілегін сондай бір жойып жібермейтіндігін Алла Тағала көрсетіп жатырды. Мен оны сүйіп кетем дейді. Енді әсерін қараңыз. Файза ахбабтуху, мен оны сүйген кезде дейді. Ойлаңыз енді ол. Мен оны сүйген кезде күнту самағу әлләзи ясмағу бихи. Мен оның есту қабілеті боламын дейді. Ана құлға түсіндіру үшін айтып жатыр. Яғни мен дейді Алла Тағала, оның есту қабілеті тек қана мен сүйетін істерді ғана, мен сүйетін нәрселерді ғана тыңдайтын болады дейді. Көрдіңіз ба? Ол әртүрлі дәрежеде болады. Мысалы, жерде біреу қиналып жатыр деген кезде бұл құлақ тыным таппайды, енді болды. Түсіндіңіз ба? Бұл өйткені Алласы үшін Алла Тағала сондай дәрежеде бұның есту қабілетін басқарып қойған. Бұл енді жерде біреу қиналып жатыр десе, бұл болды, бұл тыным таппайды, ол жерге бармайынша. Жерде біреудің бір несі көмірсіз қалып қойыпты десе, естісе болды бұл. Түсіндіңіз ба? Естісе болды.
осындай нәрсе. Алланың разылығы, анау қайбір істе бар, бұл о жерде міндетті түрде ол жүреді. Махаббат қой өйткені. Махаббат басқарып отыр да. Сондай-ақ мен жаңағы оның көзі дейді, мен сүйетін жерлерде ғана жүреді дейді. Мысалы, біздің көзіміз жаңағыдай әртүрлі жақсы нәрсеге де, жаман нәрсеге де қарай берсе, оның көзі тек жақсы нәрсеге қарай береді. Сондай-ақ ол қараған кезде, ол біреулер көрмейтін нәрселерді көреді. Мысалы, біреулер жаңағы ғайыпты көрсек пе деп армандап жүреді ғой. Ол босқа заяға кетіп қалатын нәрсе. Мынандай нәрселерді көру керекпіз, басқалар көрмейтін. Анау жерде біреудің қиналып отырғанын көріп қою керекпіз. Анау жерде біреу қарны ашып тұрғанын көріп қою керекпіз. Анау бір кісінің көңілсіз тұрғандығын, барып қандай проблемасын шешіп берсем екен, шамам жетсе деп, сондай нәрселерді көретін боласың да. Міне. Әйтпесе анау Самири басқаларды көрмейтін нәрсені көрдім деп, жаңаға жолдан тайып кеткен білесіздер Мұсаның оқиғасында. Сондықтан осындай нәрселер, құрметті жамаат, оның қолы да мен ұнататын нәрселерде жұмсалып тұрады дейді. Оның аяғы мен сүйетін жерлерде жүретін болады дейді. Сосын бұл құлым дейді, менен сұраса дейді, лә уғтияннаху, әлбетте бере салам ғой дейді бұл құлыма. Қараңыз қандай жасап отыр. Егер бұл құлым истағазани, егер бұл құлым менен пана тілесе дейді, лә уғизаннаху, әлбетте мен оған пана беремін дейді. Сондықтан, құрметті жамағат, Алладан басқа тәңір жоқ. Аллаға сыйыну деген нәрседе, Алланың өзіне құлшылық қылам дегендегі, бұның өзегі, ең мықты жері Алланы күллі нәрседен артық сүю екен. Мешітке келе жатқан кезде, көбінесе мешітке келіп, кейде біреудің нәрсесін қарап, тексеріп, сөйлесіп, бұлдырап, мазасын алып деген нәрселер болып жатады. Осы нәрсенің бәрін бір жолы жоқ қылып жіберетін бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Иза қома, қараңыздар, абудун юсолли, құл намазға тұрған кезінде дейді. Утия бизунубихи, мына нәрсеге қараңыздар, күнәларының бәрі әп келінеді дейді. Қараңыз, біз мешітке келгенде немен келеміз біз? Бүйтіп келетін нәрсе жоқ екен. Намазға тұрған кезіңде, намазда тұрамыз ғой, күнәларын алып келеді дейді. Фаджуилат аля раъсихи ва катифайхи, сөйтіп сол күнәлары әп келініп, басының және иығының үстіне қойылады дейді. Біз көрмейміз бұны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Әркім осылай болады. Сен мешітке келе жатқан кезде таудай күнәңмен келе жатқаныңды елестет. Сен құтыратын нәрсе жоқ. Сен таудай күнәңмен келе жатқаныңды мойында. Ол қазір түсе ме, түспей ме, ол да белгісіз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Куллама сажада ау ракаға", сәжде жасаған сайын, рукук жасаған сайын, тасақатат анху, жаңағы күнәлардың барлығы түсіп жоқ болады дейді. Қараңыздар қандай мәселеде. Сол намаздан шыққан кезде, қараңыздар, хоража мин салатихи, ол намаздан шығады, кама хоража мин батни уммихи мин азунуб. Намаздан шыққан кезде анасының құрсағынан шыққандай күйде, күнәлардан тап-таза күйде шығады дейді. Біздің уайымымыз мешітке намазға келе жатқанда тек осы болу керек, басқа нәрсені ойламаңыз. Түсіңіз бе? Басқа ешкімде шаруаң болмасын. Ешкімнің жаңа бір несінде нетіп дегендей, сөйлеп, сөзге келісіп дегендей. Сен проблемамен келетсің мешітке. Таудай күнәмен келетсің. Сол күнә істеп қойғандықтан намазды алып келінеді екен. Алланың даналығы солай қалаған. Сол намаз арқылы ол өшіріледі сосын. Ал намаз болмаса, Алхамдулилля, Алла Тағала біздерге намаз деген ұғымды нәсіп еткенді. Соқтан намаз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, ас-салату хойру маудуғин дейді. Намаз деген, біздің тілмен айтқанда, намаз деген ең жақсы тема. Түсіндіңіздер ме? Бұл деген керемет нәрсе. Міне осы намаз арқылы Раббымыздан әрдайым жәрдем сұрау керекпіз. Молшылықта да адасып кетуден сақтану керек. Таршылықта да қисық мінез көрсетіп қоюдан сақтану керекпіз. Әрдайым осы намаз арқылы біз Раббымызға жүгініп, жаңағы Раббымызға қарай сәждемен, құлшылықпен болуымызда жаңағы әрдайым осы нәрсені уайымдау керекпіз. Бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Тирмизиде, имам Ахмадта келтірілген хадистерде, Ат-Табарида бір сапарда болады. Сосын сол сапарда болған кезде сулары болмай қалады.
пайғамбарымыз салсам адамдар қиналғаннан кейін судан жаңа ғана жақында босаған бір торсық бар ма дейді. Сон бір торсықты алып келеді оған. Жаңа торсықты қолына бүйтіп пайғамбарымыз ұстайды да, анадан су төгіледі. Сахабалардың бәрі келіп, бірінен соң бірі жаңаға ішіп, дәреттерін алып жатады. Күллісі ішіп болғаннан кейін андай сөзді айтады. Я айюханнас, ей адамдар. Айюл холқи ағжабу иманан. Жаратылыстардың иманы тұрғысынан ең ғажабы кім білесіңдер ме дейді. Сонда сахабалар айтады. Әл-мәләикату я Расулаллах. Періштелер ғой Аллахтың елшісі дейді. Уама лахум ла юъминуна ва хум инда раббихим. Олардың иманы неліктен ғажап болады? Олар Раббысының құзырында емес па дейді. Фан-набиюна я Расулаллах. Онда пайғамбарлар ғой дейді. Уама лахум ла юъминуна вал вахью янзилу алейхим минас-сама. Олар иман келтірмейтіндей не болды? Вахи түсіп жатыр емес па дейді оларға. Фанахну я Расулаллах. Аллахтың сонда біз ғой дейді. Сахабалар. Уама лакум ла ту'мину ва Расулуллахи байна азхурикум атарауна матарауна. Сендер иман келтірмейтін не болды? Мен араларында жүремеспін ба дейді. Және де көрген нәрсені көрдіңдер дейді жаңа торсықтағы. Валакин қаумун яътуна мин баъдикум. Сендерден кейін келетін қауым болады. Аману би, маған иман келтіреді. Валам ярауни, мені көрмеген дейді. Ва яджидуна китабан байна лаухайни. Мына кітапты тауып алады дейді Құранда. Ол кезде әлі бұл кітапқа түспеген ғой. Екі мұқабаның арасындағы кітапты тауып алады дейді. Құранда айтып отыр. Ва яқраунаху, соны оқиды. Ва юъминуна бихи, иман келтіреді. Ва яттабиғунаху, ереді соған, ереді. Ва яъмалуна бима фихи, сондағы нәрселерге амал қылады. Фаулаика, ағжабул холқи иманан, солар ғой имандары ең ғажап деген нәрсе. Қандай хат жіберіп отыр мына заманда сақтану үшін, ұстап беру үшін дініңді, адалдығыңды Аллаға деген хат жіберіп отыр ғой, міне көрдіңіз ба? Одан кейін бір несінде айтады. Ва мин вароикум айямус собри. Ей сахабаларым, сендерден кейін сабырлықты өте қатты қажет ететін замандар келеді. Ас-собиру фихим аля динихи кал-қабиди алал джамри. Сол замандарда дініне ең төзімдісі дейді сол мұсылмандардың қолында қызған шоқты ұстап тұрғандай болады дейді. Дін сондай дәрежеде болады дейді ұсталуға. Шахауат қайнап атқан айналада. Көрдіңіз ба? Шығып кету қаупі бар шеңберінен. Лил мутамассики фихинна алама антум алейхи минал ағмали. Сендер істеп жүрген амалдарға сол күндерде бекем болғандарға дейді. Сендер істеп жүрген амалдарға сол күні бекем болғандарға ажру хумсина ражулан минкум. Сендердің елулеріңнің сауабы жалғыз өзіне жазылады дейді соған. Қараңыз, қандай нәрсеге дейін беріп жатыр да серпіліс. Мынаның бәрі сахих хадистер. Ойдан шығарылған тексерілетін хадистер емес. Күллісі пайғамбарымыз саласына жеткен. Сонда сахабалар таңғалып, я Расулаллах, хумсина минна ау минхум. Елу адамның сауабы біреуіне, өздеріне кәсік шығар мүмкін елу адам, біз емес шығарымыз дегенде, бәл хумсина ражулан минкум дейді. Сендерден болған елу адамның сауабы жазылады. Көрба, сондықтан біздің бүгінгі мынау өзіңнің осы өзіңе берілген нәрселерді ұстап, шахауаттардан, арам нәрселерден сақтану, ер бол, әйел бол. Көрсіз ба? Исламның мінез құлқын сақтай алуың, исламның өзіңе берілген тапсырмаларыңды, істеп жүрген амалдарыңды сақтай алуың, құндылықтардың барлығы. Қара, 50 сахабаның сауабы. Ол тек қана жаймен мұсылманмын деп жүрген адамға айтып тұрған жоқ. Кім берік ұстанса, бір Құранға иман келтірсе, Құрандағы амалдарын жасаса, оған ерсе деген шарттарын қойып отыр да. Бұл осындай біздің бойымызда, құрметті жамағат, қателіктер болады да. Сондықтан шама келгенше өзіңді дәлелдемеңіз, дінді дәлелдеңіз жүрген жеріңізде. Өзіңізді дәлелдейтін заман кетті, сен еш нәрсе емессің да. Алла сізді мұсылман қылғаннан кейін
болды. Алла Тағала мұсылманның киімін кигізді ма, мұсылманның киімімен жүру керек. Мүминнің киімін кигізді ма, мүминнің мінезімен жүру керек. Сізде өзіңді дәлелдеу деген нәрсені ұмытыңыз. Сіз өзіңіз неге дәлелдейсіз? Не дәлелдегіңіз келеді сіз өзіңіз? Алла Тағала белгіледі ғой, сен тамшыдан жаралғансың, мен сені иман беріп адам қылдым деп жатыр. Жәннатқа қарай бастап баратқан адам қылдым сен. Өзіңді не үшін дәлелдейсің? Сені дәлелдегенмен не орнайды? Дін дәлелдену керек. Діннің кереметтілігі дәлелдеу керек. Исламымыздың мықты екендігі, исламымыздың сондай мықты құндылықтары дәлелдену керек. Сөзіңнен сол көріну керек. Біреумен сөйлесіп жатқанда, саудаңда, әрбір жерде, пара алатын жерде пара бермейсіз. Неге төлейтін жерде төлей бермейсіз. Әрбір нәрселерде уәдеңді бердің бе, уәдеңді істейсіз. Сол нәрсені не қылыңыздар да? Адамдардың астында неге бұлай? Алладан қорқамыз. Раббымыздан қорқамыз деп айтыңыз сосын. Ана тамақтандырған кездің өзінде де кезінде сахабаларда Инсан сүресінде айтады ғой. Біз тек Раббымыздың дидары үшін тамақтандырамыз. Сендерден рахмет те керек жоқ. Қараңыздар, алғыс та керек жоқ. Біз бір күннен қорқып тамақтандырып жатырық сендерді. Ананы неге тамақтандырмадың деп айтама деп. Сол күні қабақ шытқан күн болады. Әркімге қабағын шытып қарайтын күн ол, қияметтің ауыр күні да. Сол күн, сол қабақ бізге қарап қалмасын деп отырық дейді. Міне. Соқтан істейсің ба, садақа барып жатқан кезде де. Сол қорқып істе Раббыңнан. Раббым, азабыңнан қорқам, малым үшін Раббым қорқам сұрайсың ба деп. Әр жерде, саудада әділеттісің. Артық ақша жоқ, өтірік жоқ, не жоқ. Міне осылай. Халық қарайды, мынау не деген дін? Мынау кереметтің ғой. Өстіп пайғамбарыңызды ғана сіз жақсыға керемет тұлға екендігін көрсете аласыз қойғанда. Раббымыз бізді осылай тәрбиелеп жатқан. Көршіңіз кіріп келеді үйге, бір нәрсе бар ма деп. Келе қойыңыз, келіңіз. Мында ішесіз ба? Міне, не керек? Балта керек па? Ара керек па деп тұрыңыз. Балға сұраса, балта, ара керек жоқ па? Шегелер. Осындай дәрежеде ұшыңыз. Балаңыз көрсін сол қарым-қатынасты. Әке, неге сонша сөйтіп жатсың? Көршісін қадірле деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Астына үстіне түсем керек болса, міне, жүгірем, берем. Көрсін балаңыз, көршіні қалай құрметтеу. Ол қайдан алады ол қуатты? Ол сіздің әрекетіңізден алады оны. Біреу кеп далада бүйтіп айқайлап тұрса, сабыр етіп тұрыңыз. Әке, неге сіз айқайлап тастамадыңыз? Сіз груша араласыз ғой, неге ұрып жібермедіңіз? Раббымнан қорқам балам. Өзім үшін кек алғым келмейді. Өйткені пайғамбарымыз ешқашан өзі үшін кек алмаған. Осы қасиеттер пайда болмаса, біз сол сыртымыз не болғанмен, ішімізде мінездеріміз әлі де сол ана бұрынғы қалдықтардан жұмыс істеп жатқан жерлер бар да, онымен біз алысқа шаба алмаймыз. Мақсат, құрметті жамағат, мына діннің қадірі қоғамда сіз арқылы көтерілу керек та. Сіздің әрбір ісіңіз, көзіңіз, құлағыңыз, аяқ жүрісіңізге дейін бүкіл мәмілелеріңіз соған істеу керек. Өзіңізді дәлелдемеңіз. Осы дінді дәлелдеу арқылы сіз бұлай көтеріп жібереді Алла Тағала дәрежеге да. Көресіз ертең көкесін. Осы үшін өмір сүру керек та. Пайғамбарымыз саллаллаху алдында ұятпақ қалмасын. Ертең ана хауыздың алдына барған кезде де мысалы. Пайғамбарымыз саллаллаху хауыздың қасына мұсылмандарды жинағанда, ол жерге де әрбір мұсылман бара алмайды екен. Кәдімгідей бір топ мұсылмандар келе жатқан кезде періштелер айдап әкетеді дейді бүйтіп басқа жаққа. Сонда жаңа пайғамбарымыз менің үмбетім ғой. Сен білмейсің бұлардың сенен кейін не істегенін деп айтады екен. Ол кісімен кездесе алмай қалсаң, онда ар жағында қалай болады екен жағдай? Пайғамбарымыздың өзімен жолығамай қалсақ. Соқтан соған әрбір қате, өзіміздің істеуімізбен жүрген істеріміз кедергі болып қалуы мүмкін. Басқа еш нәрсе кедергі болмайды. Яғни Али Имран сүресінде түсіндіреді Алла Тағала ва анзирин наса. Жалпы осы Құран арқылы ескерт дейді ей пайғамбар. Ан тубсала нафсун бима касабат. Әрбір құл, қараңыздар, өзінің істеген ісі себепті ғана қамалады дейді азапқа, тозаққа. Тұтқындалады. Тубсал деген тұтқындалады, қамалады, тозаққа өзінен шыққан іс себепті дейді. Осыны ескерт дейді. Өзімізден шыққан істер бізге ертең кедергі болатында, басқа жақтан кедергі келмейді.
Өйткені Алла Тағала Ясин сүресінде айтып отыр ғой: "Фалияума ла тузламу нафсун шайя". Бұл күні ешбір жанға әділетсіздік жасалмайды дейді. Істемеген ісін әкеп жасырмаймыз дейді біз. Өз істегенің ғана болады дейді. Бұл сот тек қана жаңағы имансыздарға арналған сот емес қой. Бұл сот бізге де қатысты. Өйткені Алла Тағала әділ. Мұсылман мен мұсылманның арасында қаншама проблемалар болып жатады. Біреу қарыз береді, біреу қарыз алады, қарыз қайтармайды. Не нәрсе ол? Мысалы, біз не дәлелдеп жүрміз онымен? Не дәлел